Барлықтарыңызға сәлем, arkadaşlar, gardaşlar. Осындай çok lezzetli bulgur palavын жасап көрсететін боламын. Түріктер бұны ет тағамдарының қасына өте керемет жарастырады. Бұл түріктердің гарнирі болып саналады. Ендеше дайындыққа өтеміз. Алдымен осындай зәйтүн майымызды немесе сары майымызды алып ерітіп аламыз. Сары майды да қоссаңыздар болады, дәмі өте ерекше керемет шығатын болады. Мен осылай бір пиязымды турап алдым. Қызып тұрған майыма қуырып аламын. Piyazımızды sarғайғанша қуырып алған соң, жарты жасыл болгар бұрышыны, жарты қызыл бұрышыны алып қуырып алатын боламыз. Егер сізде қызыл немесе жасыл болгар бұрышыңыз болмаса, тек жасылды немесе тек қызылды қоссаңыздар да болады. Бәрін араластырып, кішкене 5 минуттай қуырып алған соң, 1,5 қасық осындай қызанақ томатынан қосып 2 минуттай қуырып аламыз. Мінеке достар, бұлғыр күріші дегеніміз осындай болады. Оны ешқандай жуудың қажеті жоқ. Осылай тіке тағамға қоса береміз. Барлығын жақсылап араластырып, 5 минуттай қуырып аламыз. Бес минуттай қуырып алған соң, бір қызанағымызды 4 пұшты турап, осылай қосамыз. Тағы да осылардың барлығын кішкене араластырып шығамыз. Барлығын әдемелеп араластырып болған соң, 2 стакан су құямыз. Келесі кезекте тұзын қосатын уақыт келді. Сіз өздеріңіз қалағанша тұзын қоссаңыздар болады. Мен осылай 1 чайны ложка тұз қостым. Жарты қасық қара бұрыш қостым. Негізі Түркияда осы бұлғыр палауыны ащы қылып дайындайды. Себебі түріктер ащыны өте қатты жақсы көреді. Мен сол аз ғана қызыл бұрыштан қостым. Барлығын кішкене араластырып болған соң,
жарты стакан су қостым. Себебі ошағымның асты қатты жанып тұрғандықтан жайға қоюды ұмытып кетіппін. Крышкасын жауып, пісуін күтетін боламыз. Бұлғыр палауымыз дайын болып қалды. Дәмі деген өте керемет, әдемі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де жасалуы да өте оңай. Ас дәмді болсын, афиет olsun.